Егер үйлеріңізде бір лимон және де көк шай болатын болса, міндетті түрде осы макси чайды лимонмен жасап көріңіздер. Өте дәмді, дүкендегі макси чайдың дәмінен еш айырмашылығы жоқ. Менің қызыма да, өзіме де, жолдасыма да қатты ұнады. Және де ең алдымен осылай 1,5 литр суымызды осылай қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін астын өшіріп, оттан аламыз. Және де осындай листовой 2 көк шайымызды саламыз. Осылай керекті қантымызды саламыз. Қант немесе науат салсаңыздар болады. Және де менде бүтін 1 лимон жоқ екен, сол себепті жарты апельсин, жарты лимон салдым. Және де осылай араластырып 1 сағат, 2 сағат суығанша қойып қоятын боласыздар. Ары қарай сүзіп алып, баклажкаларға құйып, тоңазытқышқа салып, шетінен ше бересіздер. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналымда плейлист бөлімі бар. Сол жерде тағы да басқа сусындардың түрлері бар. Үй жағдайында керемет дәмді тамақтардың рецептілері бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басыңыздар. Және де достар, менің инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Мен қызықты мәліметтермен, пайдалы лайфхактармен бөлісіп отырам. Инстаграмға поисқа Әсем Пазылова деп қазақша жазсаңыздар, орысша жазсаңыздар, осылай менің инстаграм парақшам шығады. Және де арест шешкізу керек болатын болса, менің осы төбеде қара жазуының үстіне бассаңыздар, менің номерім шығады. Сол номерді басып, менің WhatsApp-ма өтіп жазыңыздар. Арест шешу керек болатын болса, скидкамен жасап беремін достар. Міне қара жазу тұр, соның үстін бассаңыздар, менің WhatsApp номерім және де YouTube каналым шығады. Сіздермен болған Әсем.